Ассалаумағалейкум, біртұтас қазақ елім. Мына ру сұраймыз. Әрбір жерде бір ұйымшыл болайық дейміз ғой. Бірақ соның ішінде мына руды анда-сандай сұраймыз ғой. Жеті ададан қыз алыспаған қазақпыз ғой. Соғыс болмаса, ал бағанағыдай біртұтас қазақ елім деген себебі ол тек қана мына қазақ ұлты ғой. Кезінде Қырғыз автономиялық республика болды. Ал мен мына үйді сатуға шығарып қойдым ғой да. Осы әлі бір адам хабарласқан жоқ. Мен даже кейде көзімді жұмып ойлап қоям. 40 миллион сұрайыншы, 40 миллион. Мен деген аз сұрап тұрмын ғой, өзімнің үйім, туған өлкемді. Мына жақта үйлер бар. 7 квартирный үйлер 18 миллионнан. Атырау Құрманғазы ауданы. Енді айтайын дегенім, мына үйім өтетін болмаса да, мына телефондарын жарып қойдым сатуға. Фейсбукпен қоса айтсам, тиктокпен, бәрімен қосатсам, сонда менің телефоным тамаша телефон қарап мені 21460. Мынандай бар. Енді жаттап алыңыздар, осы жерде танитын адамдар біледі ғой. Мындай бар. Болды. Все, мына соңғы бейнеролигім. Мен енді бағанағыдай көл, өзен, асфальт, тротуар, Абат Жанғалиев мырза жайлы, Серік Шапкенов мырза жайлы, немесе Қазбек Иса, жоғарыдағы Берік Уәли, Ринат Зайып деген сияқтылар, ондайларды айтпаймын. Неге десең, мен өз шешімім, өзім Аллаға құлшылық жасап, және де осы анамды қарауға бел будым. Жұмыста керек емес. Осы үй өтсе, мен 5 ешкімді жайлап бағып, қағып жүрген сондай бір азамат болғым келеді. Неге десең, жаңа кішкентай мысығым бар еді, мысығымнан айырылып қалдым. Пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам айтады ғой, намаз оқуға келгенде тұрайын десе, шапанында мысық ұстап екен. Соны оятпай, шапанын киісіп алған екен. Біреулер айтады, орыс болып батсын ба деген сияқты сондай ағайындарға әрбіріне фейсбукта жауап бергенше, мен осы фейсбук және тикток парақшадан бәрін бас тартып жатырмын. Соның ішінде менің парақшамды білетіндер USR 802-870-87 қарап қойыңыздар, ішінде жақсы мағлұматтар бар. Және 8 Коля 878-887 және Коля Алексейұлы фейсбук парақшам, инстаграм Коля Алексеевич және ютуб каналым Коля Алексеевич. Мұндай әжетханалар болса 55 мың. Сырттағы әжетханамды көрсетейін. 5 минут қой. Неге десең, мен мұна ат салысатын жер, ат салысатын дымда жоқ ағайындар. Бірден ат салысқын келеді ғой. Оны көріп отыр ғой, көріп отыра, қалталы азаматтар, ақшасы бар азаматтар, соларды зерттама мақтап жатыр, соларды марапаттап жатыр. Ойлап қараңыздар. Ал біздің елде не көп? Жаман нәрсе көп. Мына мысалы, мына тротуар ғой да, мына тротуардың оң жағында да жоқ, сол жағында да жоқ. Асфальт тротуарында. Ал қараңдаршы, оны айтып отқан бір адам жоқ мына Атырау Құрманғазы ауданында. Міне, 1, 2, 3, 4. Кім бар? Алатын, қаласында. Біреу, ішінде де бар, сыртында да бар, мынау да бар, кілт салатын бар. Оңай дейсің ба, оның бәрі, мұндай жоқ, мұндай жолды ешкімде. Менен басқа. Таратып жібереміз. Баяғыда тас соқтық қой. Мен шамалы қарағатын болса, мына кішкентай балдар бар, мектепте оқиды. 6-шы класс, 7-шы класс, 8-шы класс, 9-шы класс. Соларды шақыртып алып, не дер едім? Міне. Соларды шақыртып алып, не дер едім? Әрбіріне тас соқтырар едім. Оларға да шамалы ақша болу керек та. Кішкентай 6 оққанда, 7 оққанда, 8 оққанда, 9 оққанда біз деген неге кеттік, неге бардық қой баяда.
Атырау Астрахань қаласы Хашутов, Болный, Целитрный деген жерге жұмыс істеуге бардым. Менің бір жағдайым болатын болса, осы 6, 7, 8, 9 оқып жатқан балдарды кәдімгідей тас соқтырып, саз төктіріп, тас соқтырар едім бар ғой. Кешке көп емес, бір 6 сағат, 7 сағатқа соларды салып, салыстырып, сосын барып қаламақы бағана ақшаларын қолдарына ұстатып бірдеңе алатындарға. Бірақ ол еңбекке, ақшаға емес, еңбекке болған. Денің шынықтырасың, еңкейіп, қайта неткенде еңкейіп жақсы ғой жұмыс жасаған. Сол үшін мен осыны сіздерге айтамын. Біреу, екеу, үшіншісі мында. Жасап тұр. Мен тағы біреу бар. Жасап тұр. Мангал ноптың өзім жасаған. Бірде-бір метр бірде-бір. Мұндай жалға берем. Қазанымен, несімен, агуаны. Жылтатынымен, және мұндайлар бар. Бәрін жалға беруге болады. Жер стол бар, дөмелақ стол бар. Хабарласыңыздар. Ал болды, осы бейнероликтегі мен бағанағыдай әлеуметтік желіге маған соқпаңыздар деп айтқым келеді. Маған соқпаңыздар, хабарласпаңыздар. Мен ондай бағанағыдай әкімге қарсы заттарды жасамайым. Жоқтық, су жоқ, су жүріп тұр. Ал мына Атырау неде? Мысалы, біздің Атырау болса, Құрманғазы ауданы Байтарал ауылында водопровод жоқ. Мынандай водопровод. Қойып қараңызшы. Бізде бәрі бар, счетчик бар, бәрі бар да. Қараңыздар, мен оған жауапты емеспін мысалда. Сол үшін айтқым келеді. Онда мен өзімнің Аллаға құлшылық жасап, түсініп отырсыздар. Азан шақырып, ат қоюға да болады деген сияқты. Сондай рәсімдер өткіземін. Хабарласыңыздар. 8-700-463-07-30 бар. 8-700-463-07-30 бар.